Талдықорғанда еркін күрестен жасөспірімдер арасында республикалық жарыс өтті. Оған 100-ден аса спортшы қатысып, кіл мықтын анықтады. Спорттық шара Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жұмабек Қуанышбайұлын еске алуға арналды. Жұмабек Қуанышбайұлы ақын әрі балуан және ұлағатты ұстаз еді. 1939 жылы Ақсу ауданында дүниеге келген Жұмабек аға жастайынан әдебиетке әуес болды. Көптеген өлеңдер мен әндер жазып, прозалық шығармаларымен де танылды. Сонымен қатар еркін күресті де шебер меңгерді. Көптеген шәкірт тәрбиелеп, еліміздің спорт саласына да елеулі үлес қосты. Ол өзінің саналы ғұмырын спортпен және білім саласына арнаған, талай шәкірттеріне қанат бітірген ұлы ұстаз еді. Міне бүгін осындай үлкен еске алу турнирі екінші мәрте өткізіліп жатыр. Турнирдің басты мақсаты балалар арасында салауатты өмір салтын насихаттау және спортқа деген қызығушылықтарын арттыру. Бұл жарысқа 12 мен 13 жастағы балуандар келіп қатысты. Олар жас болса да кілемде төселіп қалған. Спортшылар ерінбей дайындалғанға бақыт басын иетіндігін жақсы ұғынған. Жаттықтырушылар үшін де бұл турнирдің маңызы бар. Осы сайыста шәкірттерінің аяқ алысын анықтайды. Сонымен қатар, осы бәсекеде Алматы облысының жасөспірімдер құрама командасы жасақталатын болады. Болашақта келесі жылдан бастап осы жарыста бірінші, екінші, үшінші орын алған балаларға, алла берсе, спорт шеберіне үміткер деген норматив орындап, категория тағайындалады. Енді келесі жылда бұл жарыстың ауқымы бұдан да көп болады деген ойдамыз. Енді бұл жарыс жылда өткізіліп отырады. Календар республикалық календарға кірген. Бұл жарыста облыстық жекпе-жек спорт мектебінің балуандары командалық есепте топ жарды. Мамандардың айтуынша, бұл турнир жылда өтіп дәстүрге айналмақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.